Ләтипа Құрманайқызы, Хан Тәңірі, 7 бөлім. Алпысбай көп жылдар ішінде ағасына байланысты өткендердің бәрін есін алды. Адамға бақта, сорда аяқ астынан тап болады екен-ау. Көкесі басқарған шаруашылық алға басты. Диірмен салынды. Электр жарығы жүргізілді. Өткен-кеткен жолаушылар таңдай қағып, кәдімгі жұлдыздай жарқырайды. Еңбек ақыға бидайды да көп алды. Ол ауылдағылар, олардың сиыр қорасы біздің үйден артық. Өлер бала көрге қарай қашады деп, оңар қылығымыз жоқ. Сол артельге мүшелікке кірмей, биғашқа жосығанымыз не? Біздің халықтың иесі басына қиыншылық түскенде кіреді. Құрманбайдың артеліне кім қызықпайды? Ел бағына жаратылған азамат. Биғаштың жылқысын ғой, маңға індеті шықты, адамға жұғады деп атып тастады. О несі-ай, Құрманбай үлкен әкімге барып, мың бас 100 жылқысын аман сақтап қалды. Бастық деп сонай, қымызсыз, етсіз қалай күнелтеді халық деп, алуан түрлі сөздерді маздатты. Алыста қалған балалық шақты еске алмайын еді, өткен кеткен өмір орала берді. Оның бір таңырқағаны 10 жылдық мектепті тамамдап, одан Мәскеуге барып институтқа оқуға түсті. Қат-қабат қызығы мен қиындығы мол студенттік өмір. Осы кезге дейінгі өміріне есеп бермепті. Енді міне, қай-қайдағының бәрі қайтқан құстай, көз алдынан тізбектеліп өтіп жатыр. Ес білгелі бастан кешірген рахаты да, мехнаты да, қуанышы да естен шықпайды. Бұрын ол ештеңені ойламайтын еді. Енді міне, алыстағы туған елдің аштық жайлағандықтан құса болып бәрі кино лентасындай тізбектеліп өтіп жатты. Ауыр ойлардың еріміне бата берді. Тағы да көз алдына көкесі. Егін орағы кезінде елең алаңда, алдыңғы арбада қызыл ту желбірейді. Астық еленген арбалар Қарабұлаққа жөнелтіледі. Мемлекетке астық өткіземіз деген арбакештер қызыл танау боп таң сәріде кетіп, іңірде оралады. Сол кезде Құрманбайды ауданға пленумға шақырды. Ол мінбеге шығып сөйлейді. Жоспарды орындадық, қосымша астық өткізбейміз. Қырманда тұқымға арналған астық бар. Қалған артель мүшелеріне бөліп береміз. Диқандар күні-түні жұмыс дейді. Табыс оңайлықпен келмейді. Бала-шағаның ашықтыруға қақым жоқ. Содан кейін орақ науқанның қызу кезінде астық тазартатын машина сұрадым. Аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы көмектеспеді. МТС-ке тапсырма бермеді. МТС-тің директорымен келісілген, басқа шаруашылыққа бергізді оны. Біздің артель иек астында, аудан басшылары 12 айда біздің ауылға бір келмейді. Артель мүшелерінің жағдайының қандай екенін басшылар білмейді, білгісі де келмейді. Мемлекетке ет тапсыр, астық өткіз дегеннен басқа естімедік. Колхоздың бір қойы өлсіз дейді. Адамда ісі жоқ. Тағы да қайталаймын. Жоспардан артық бір уыс астық бермеймін. Президиумда отырған бірінші хатшы Құрманбайға көздерінің астынан әуелеп қарады. Ләмим демеді. Үзіліс басталғанда алдыңғы қатарға жайғасқан Құрманбайды сұқ саусағын иеп шақырғандай ишарат жасады. Құрманбай баспалдақпен көтеріліп қасына жақындады. Пленум біткен соң маған кел деді, біртүрлі суық үнмен. Жиналысқа қатысқандар үзіліске шықты. Құрманбайға қарсы ұшырасқан көрші артельдің бастығы жақсы айттыңыз деді. Енді ол клубтың ауласына шығып шылым шегіп тұрды. Оның маңына 3-4 танысы келді. Біреуі: бүгін сөйлеушілердің ішінде сіз жақсы сөйледіңіз, қалғандарын қойшы деп қолын бір сілтеді. Екінші күліп: Құреке, қатты сынадыңыз, астан кестеңін шығардыңыз. Бірінші хатшыны ешкім бұлай сынамаушы еді деп қуақылана көзін қысып қойды. Шындықты жайып салдыңыз. Онда тұрған не бар? Бәрі рас. Шымбайына батты ол кісінің. Қабағын түйіп сұрланып кетті де. Аздан кейін өзіне келді. Олар да қу ғой. Ештеңе болмағандай жиналысты жаймен басқара берді. Осы уақытта қоңырау сылдырлады. Сырттағылар клубқа кіріп, орын-орнына жайғасты. Сөз Еркіннің бастығына беріледі деген хатшының салмақты дауысы естілді. Мінбеге орта бойлы, ақсұр, жасы 35-40 шамасындағы жігіт көтерілді. Біздің Еркін сүт жөн өнімін орындады. Астық тапсыруды жақсы аяқтаймыз. Партия комитетінің тапсырмасын орындамау, мұны сөзбен жеткізу қиын. Үкіметке астық беруден бас тарту сатқындық. Астық тасып үлгере алмай жатырмыз. Қайтсек те орындаймыз. Неге орындамайсың? Тапсырылған жұмысты атқара алмасаң,
босат орныңды, қолынан іс келетін қадір барады деген хатшы оның сөзін бөліп жіберді. Оған бедірейіп қарайды. Еркінен келген не айтарға білмей кідіріп тұрды да сөзін ілгері жалғастырды. Артель мүшелері күні түні қырман басында үкіметке астық тапсыруды бірер жұмада аяқтаймыз. Иә, жоспар артығымен орындалады. Өзіңіз 2 жұмада бітір деген едіңіз ғой деп жылмаң қағады. Арба жетіспейді. Қапта әр үйді аралап жүріп жинап алдық. Қалайда берген жоспарыңызды орындаймыз деп жағымпазданып, құлдығырып сөйледі. Өздеріңіз білесіз, кеше жаңбыр жауды, қырмандағы астық су 1-2 күнде кебеді деп сөйлеген сайын қипақтап қарайды. Жанары жүгіріп тыным таппады. Піскен астық құйылып кеткен жоқ па? Жоқ. Өте қысқа мерзімде жинап үлгермесең ысырап болады деді хатшы. Жоқ, ысырапқа жол бермейміз деп міңгірледі де түсіп кетті. Пленум кешке қарай аяқталды. Жұрттың бірі артельге, бірі тауға, бірі ойға, бірі мал отарына аттанды. Жұрт тараған соң аудандық партия комитетінің маңы тынышталып қалды. Бірінші хатшы неге шақырады? Маңдайдан сипар дейсің бе? Ұрсу үшінде. Жұмысты жақсарту оңайлықпен келмейді. Жан аямай тер төгу қажет деді. Онысы дұрыс. Сонау артель құрылғаннан бері көрген бейнеті шашынан көп. Салынған құрылыстардың шегесіне дейін араласуға тура келді. Шаруашылық біресе шарықтайды, біресе құлдилайды. Қызылша егу бәрінен ауыр. Жаз бойы 8-9 рет суарады. Азықтандырады, тағы суарады, түбін қопсытады, бір бітпейді ау. Егін егу, мал өсіру қызылша дақылына қарағанда едәуір жеңіл. Таң сәріден шаруашылықты аралайды. Ұйқы күлкі аз. Демалмағалы бірнеше жыл. Шаруашылықты көтеру оңай болмады, шаш ағарды, ғұмыр өтіп барады. Жұмыс бітер емес. Қоздап жатады, не көрмеді. Әйтеуір үміт алға жетелейді. Қатардан қалмауға ұмтылады. Пенде мақсатқа әне жетемін, міне жетемін деп армандап жүріп ғұмырының өткенін де білмейді. Тірлік бітер емес. Аз да болса елдің тұрмысы жақсарса, келешек жас өркендерге бабалар мирасын, табиғатты, жерді сақтаса еңбектің зая кетпегені. Адам жүзіндегі қуанышты көргенде өмірге деген құштарлығың тұтанып, қайраттанасың. Өмір кең сарайға ұқсайды. Әлде ұшы қиырсыз ұзақ жол ма? Ілгерілей береді, алыстай береді. Өмір көшіне ілесе алмаса жолда қалады. Ылғи өкшелетіп соңына ермесең, кешеуілдей бересің. Ол бірдеңені ұмытып есіне түскендей жиналыс өткен клубқа қызға қарады. Ауылда осындай бір клуб салар ма еді деп армандады. Оған Саса мен Қарашал не дейді? Құдай қолдаса, біздің ауылға да осындай бір мәдениет ошағы керек ақ. Ешекеңмен ақылдасады. Бір облыстың қаржысының қожасы ол. Ешекеңнің көңілді отырған кезінде колхозшылардың жалпы жиналысының қаулысын апарады. Құрманбайдың аспаннан іздегені жерден табылды. Оны бірде Астанадағы үлкен кеңеске шақырды. Ешатай Бұхаров та қатысты. Кеңес біткеннен кейін оларды алдыңғы қатардағы үлгілі шаруашылыққа апарды. Сиыр қорасының өзі керемет. Едені тақтай, шөп салатын ақырына дейін сырланған. Қораның ішіне электр жарығы жүргізілген. Оны көргенде көзі оттай жанды. Ешаға деді ол, Құдай бұйырса осындай қора салдырамын. Ешатай күліп ақырын басын изеді. Ешеке, неге күлдіңіз? Құрылысшыны әкелемін де сиыр қораны жасатамын. Суретін сызғызамын. Содан соң жобасын сыздырайын. Тура таудың етегінде дәл осындай қора саламын. Орындай алмай ұятқа қалмайсың ба деді, бар мейірімі бетіне шығып. Ұятқа қалмаймын. Олар сенер сенбесін білмей Құрманбайға қарады. Сеніңіз, қаржы жағынан көмектесесіз бе? Ол бірден жауап бере қоймады. Қолыңнан келеме? Оны көзбен бақылап отырды. Маған сенбейсіз бе? Қиын жұмыс. Адамның қолынан келмейтіні бар ма? Бір жұмадан кейін маған соқ. Жарайды. Ұзамай ауылдан аулағырақ бетегейлі беткейде жаңа жоба сиыр қора салына бастады. Я, Құдай досқа күлкі, дұшпанға таба еті көрме деп, күні түні жарық шырқырап жүріп, көп боп жабылып, құрылысты аяқтаған соң азғантайда болар. Әр адамға жақсылығымыз тисе, туған еліміз рахатын көрсе, еңбегінің жанғаны осыдағы деп балаша қуанды. Көп жасағыр көкемай, жақсылығын қалай қайтарамын деген ой оның зердесінен бір кетпейді. Ол аупартком ауласына жетті. Құрманбай терезелері үлкен, еңселі үйге кірді де, кең ұзыншақ дәлізбен солға қарай жүрді. Жаңа жолған қызыл қоңыр бояумен сырланған еден жылтырап жатыр. Сәрменбет ұлы емен есікті ашып,
аудандық партия комитетінің бірінші хатшысының қабылдау бөлмесіне кірді. Төрдегі бұрышта қызыл күрең мауытымен қапталған абажадай үстелде бірнеше телефон, шетінде күлімкөз талдырмаш бойжеткен отыр. Ол таспаға басқан бірнеше парақ қағазды аударып, әр жолға асығыс көз жүгіртті де орнынан лып көтеріліп, секретардың есігін ашып, ішке сүңгіп көрінбей кетті. Құрманбай оң жақ қабырға жаққа сықастыра қойған терезе жақтағы орындықтың біріне жайғасты. Бір уақытта көмекші шықты. Бикештің қарсы алдына таяған Құрманбай: "Маған кел деген еді" деді. "Күтіңіз, қазір бос емес." "Қашан қабылдайды?" "Білмеймін." "Ауылым алыс, тезірек жіберсеңіз." "Кісілер отыр, қабылдамайды" деді. Сәл қабағын түйген көңілсіздік байқалады. Өңі қашып терезеге самарқау қарайды. Ұзақ күткенге шыдамы таусылған Құрманбай: "Әу шырағым, төзім таусылды, жібермейсің бе енді? Тәртіп бұзуға жарамайды ағай. Жаңағылар неге кіреді? Осындағы қызметкерлер. Қызық екен, ренжімеңіз ағай." Бойжеткеннің аялы жанары қалың кірпік арасынан сүзіле қарайды. "Күткелі талай уақыт өтті" деді, дауысын жұмсартып. "Шыдаңыз ағай, маған ұрсады." Бұл ләмим демеді. Маңдайына түскен толқынды бурыл шашын саусағымен кейін қайырды. Назарын төмен аударған Құрманбай ойға батып монтиып отыра берді. Көп күттіргенге ыңғайсызданғандай: "Ағай, аты жөніңіз кім?" "Құрманбай Сәрменбетұлы." Көмекші қыз елең ете қалған. Қабағы түйіліңкеді, есімін естісімен жадырап сала берді. "Бір-екі кісі қалды. Шығысымен барасыз ғой." Есікке жалтақ-жалтақ қарап қойды Бикеш. Бірінші секретардың есігі ақырын ашылды да бөлмеден жылмаңдаған жылпос бастық шыға келді. Құрманбайға біләйімсіз қарайды, көзінде қуаныш. "Қарындас, сау болыңыз, телефон шаламын." Сәрменбетұлы оған ұшқын шашыраған өткір жанарымен қияңпұрстана қарағанда, қызарақтаған биғаштың бастығының жүзі төменшіктей берді. Бюро басын кегжейтіп өте шықты. Майысқан айлакер сайқал қатын секілді. Еркекте қасиет құтын қалмаған ба деген ой келді. Одан кейін апойтыс жасы 50-лерден асқан қой көз сабалақ қас, дәу мұрын біреу шықты. Жасыл көзінде тіршілік қалмағандай, қара судай тұнған қайғы. Ғұмырының соңғы сағатын өткізетін адамдай, өте бір ауыр күйде аяғын ілбеп басады. Жан дүниесін астан-кестеңін боп кеткен білдірмеуге тырысты. Сыр бергісі жоқ. Аяғын салмақпен басып, босағаға бет алды. Сормаңдайды өлтіре жаздаған. Ой, зұлымдар аямады. Шен құмар, қара бастың қамы, өзінен басқаны көрмейді. Оларға атақ таң, шен, лауазым, жоспар ғана керек деді. Ол ішінен ол қажып. Мұңайып қалады да борқанған боранның да көктемі болар ма? Өзіне өзі басу айтады. Шаш ал десе басалады. "Ағай, ешкім жоқ, барасыз ба?" деген көмекші қыз дауысы сыңғыр ете қалды. Құрманбай кең жарық бөлмеге енді. Оң жақта жасыл мәуітімен тысталған ұзын үстел. Оған таяу 20-30 тізілген орындықтар. Еден кілемнен көрінбейді. Төрде абажадай стол. Үстінде телефондар. Секретар орындыққа арқасын сүйеп, шалқайыңқырап отыр. Оның алдына келгендер жайғасатын қарама-қарсы қойылған екі жұмсақ былғарымен қапталған кресло. Құрманбай отырмады, қаздайып тұр. Бірінші хатшы оны көрсе де көрмегенсіп, алдында жатқан қағаздың беттерін сықырлатып ашып, парақтың аяғына қол қоя бастады. Әлден уақытта басын көтерген хатшы: "Отыр" деді. Құрманбай оның қарсы алдындағы қоңыр былғармен қапталған креслоға жайғасты. "Астық тапсырмаймын дейсің, ол сенің жеке басыңның астығы ма?" деді, қандауырдай қадалып. Хатшы түксиген қалпында Құрманбайға тіксіне қарап, көзімен жеп отырды. Біраздан кейін: "Қазір ауылыңа қайтта, басқарма мүшелерін жина, барысымен астық теңдір, 2-3 күннен қалдырмай қосымша астық тапсырасың" деді, әр сөзін нығарлап. "Қосымша бидай өткізуге мүмкіндік жоқ" деді ол, басын кесіп алса да қайтпайтын қайсар мінезіне басып. "Сен коммунистсің, орындамай көр, орталыққа жіберіледі. Партия нұсқауынан бас тартсаң." Хатшы сол қолмен үстелді сарт еткізді. Өңі сұрланып барады. "Партбилетті мұнда қой" деді, дауысын көтеріп. Құрманбайдың беті лезде қызыл күреңденіп сала берді. Аздан кейін өрттей қызарып кетті. "Еңбеккерлер ашығады" деп шыр ете қалды. "Қалған астыққа өткізсек, келер жылға тұқым қалмайды. Табасыз тұқымды. Партия шаруашылықта басқаруға жіберді. Партия тәртіпке шақырады." Құрманбай есіне бірдеңе түскендей селт етіп: "Енді ғана аздап есін жинап келеді жұрт. Олар күні-түні маңдай терін төгіп,
астық өндіреді, қызығын басқа көреді. Апарткомның хатшысы орындығына арқасын сүйеп, кеудесін кері шалқая отырды. Өз көзіне өзі сенбегендей. Құрманбайдың бетіне тесіле қарады. Оның ішіндегі ойын оқып отырғандай көз айырмайды. Малды да етке тапсырасыңдар, деді бедірейіп. Завод фабрика салып жатқан жұмысшыларға ет жөнелту керек, келістік пе? Жоқ, оның жүрегі шымырлады. Апырау, малдан айырылса, астықты тағалса жұрт ашықпай ма, Құдай-ау? Мыналардың есі дұрыс па? Менің мына қу құлағым не естіп отыр? Барын тартып алып аштық қырмақ па? Апырай, деген ой оның бойын уландыра берді. Құрманбай аң-таң. Сенің мына бүгінгі іс-әрекеттің коммунисті этикаға жатпайды. Өзім үшін астық пен малдың қажеті жоқ, деді. Тайсалар емес, халықты ашықтыруға қарсымын. Тұсынан біреу саңқ етті. Құрманбайдың қарсысында отырған өңі қара, көзі жасыл шақшабас, жүзік көзінен өтетіндей жылпыз жағымпаз тап жауы, деді. Совет үкіметіндегі данасыз екенсіз ғой. Дана емеспін. Жетістікке дандайсымаңыз, деді, сөзін салмақтап. Мүдіріп отырды да кенет ызаланы сөйлеп қоя берді. Сенің орныңа партияның талабын іске асыратын адам барады. Мықты коммунистің, алдыңғы қатарға жеткізесің. Ол көзбен бақылап отырды. Қайда бармақпын, деді Құрманбай. Дауысы қатты шықты. Жеңіске. Жаны шығып кете жаздады. Тамағына бірдеңе түйдектелгендей біраздан кейін. Шажаның шаруашылығын көтеру жүйкені тоздырды. Басқа жаққа бармаймын. Барасыз. Коммунистсіз. Әр сөзін шегелей сөйлеп, оның сөзін бөліп жіберді. Бірінші хатшы, партия мүшесі ең қиын учаскеде жұмыс істеу керек. Жұмсаған жаққа бармасаңыз, партиялық мәселеңізді қараймыз. Билеттен айырылған соң қайда баратыңызды білесіз, боссыз. Ол бетін бұрып әкетті. Құрманбай орнынан әрең көтерілді. Басы мең-зең, шекесі солқылдап қатты ауырды. Құр сүлдері теңселе басып есікке бұрылды. Ол өзіне өзі, неменеге күні-түні жанталасып жұмыс істедім. Кім бағалады соны? Кім біліп жатыр әділетсіздік? Азғана болса да халқына жағдай жасау еді. Аясы тарылып тұншығып барады. Сол ауылда қатарға қосамын деп тыраштанып не көрмедім. Енді соның бәрі құмға төккен судай зая кетті. Ең арттағы мешеу ауылға жібермек. Оны алға апару үшін қанша күш жігер керек? Не барды бар демейді, не маңдай терді бағаламайды. Құрманбай мамағашқа жақындады. Атының шылбырын шешті. Түн қап-қараңғы, көзге түртсе көріксіз. Құрманбай ертерек үйге жеткісі келді. Жүрегі түскір қан жылап тыпырши береді. Аяқ астынан қатты дауыл көтерілді. Шаң борап төңіректің астан кестеңі шығарды. Күрең құлағын тікшейтіп осқырынып тықырши қалды. Ол қанжығасындағы сулығын алып киді. Аспанды тұмашалап алған қара бұлт жазыққа қарай жөңкіліп келе жатқандай. Тасқындай күркіреп сарқыраған сұрапыл жақындай түсті. Алдымен тырс-тырс тамшылар тамды, дауыл басылды. Сытырлаған үн күшейе берді. Әп-сәтте қараңғы түнді қақырайтқан найзағай жарқ-жұрқ етіп, қара бұлтты тіліп-тіліп өте шықты. Тағы қатты күркіреді де сайға гүрс етіп жасын түсті. Аты аспанға қарғыды. Тыбыстан айнала жер беті тітіргенді. Жай оғы құлақ тұндырды. Аспанда от ойнайды, нөсер шүмектеп түге түсті. Жаңбыр бұрынғыдан бетер төбеп берді. Күрең қатты кісінеді. Құрманбай тізгінен ұстай беріп, ерге қарғып мінді. Аспан құлақ тұрғанда шатырлады. Найзағай жарқ еткенде сынаптай жылтыраған өзен көрінді де лезде қара түнек басты. Жаңбыр бұрынғыдан бетер төкті. Күрең төрт аяқтап аспанға секіріп кісінеп қоя берді де құйында да заулай жөнелді. Иесінің мойнына су сорғалағанымен ісі жоқ, оқтай зымырап барады. Аспанның түбі тесіліп кеткендей нөсер бұрынғыдан бетер төге түсті. Тау басында нажағай ойнады. Жартастардан сорғалаған су сайдағы өзенге қарай жөңкіліп бара жатты. Бір ғана ой оның жанын қинап, өзегін өртеп келеді. Бірге өскендей бауыр басты. Қиын қыстау кезеңде артелдің зіл батпан жүгін бәрін көтерді. Бірге қуанды, бірге ренжіді. Апырау, олардан қалай ажырайды? Неткен жолы ауыр. Бір нәрсе оңайлықпен келмейді. Тірі пендеге зияны жоқ. Үйдегі анасы мен әйелі қап жаңбырдың астында қалды. Суық дейіп сырқаттанып қалмасы жарар еді. Кешікті. Құдай үйдегіні де түздегіні де сақтай көр. Мүмкін аудан орталығындағы жолдастардың біріне қонған шығар. Не осындай қызмет бойымен
уәкіл боп келгендердің бірі қонуға әкеткен болар дейді. Жаңбыр түн ортасы ауа толастады. Ыдыраған бұлт ұзап бара жатты. Еріншектеу тырс-тырс тамған тамшыларды тыйылды. Жер бетіне селдеген тасқын сулар да ойға қарай ағып жуасып қалды. Түн салқын. Сыртта ат тұяғының дүбірін естіген әйел аулаға шықты. Құрманбай есік алдына жақындағанда ат басын тежеді. Ері үнсіз аттан түсті. Жұбайы аттың мойын сипады да күреңді ат қораға қарай жетіктеп кетті. Атты байлады да асығыс үйге кірді. Құрманбайдың үсті-басы малмандай су. Қалпағын сілкіп тұрған жұбайы оның суылығын шешуге көмектесті. Етігін тартып шешкен еді, қонышы толған су еденге жайылды. Апам уайымдады. Жаңа бір әзірде ұйықтап кетті. Оятып алмайық деп сыбырлады. Ет жылтайын ба? Құрманбай басын шайқады. Өң қашып тұр ғой, деді жұбай оған жан ашып. Сұрама, сусын берші. Әйел өлкен тегенедегі қымызды құйды. Ол төсегіне қисая кетті. Ары-бері аунақшиды. Құрманбайдан ұйқы қашты. Ойға ұласты. Өмір бойы әкесінің құны кеткендей көлеңкесінен көз жазбаған қатал тағдырға лағнет айтты. Ат жалын тартып мінгені соңынан қалмайтын қырсық. Ақыры жарға соқтырды. Апырау. Артельдегілердің тұрмысын жақсартамын деп аласұрды емес пе? Қу өмірдің қимайтын несі қалды? Кім бағалап жатыр соны? Бұл жалғанда екі жүзді зәлімнің жолы бола ма қалай? Артельді құлатуға айналған әнеу бір қасиетті жарамсамақты дударбас қара. Үкіметке қарсы байдың тұқымы деп Ахилланы қарайды шақшабас. Құрманбайдың қаны басына шапты. Жүректегі буырқанған ыза өрши түсті. Салынған құрылысты да, ауылды да, төңіректегі адамдарды да көргісі келмей жеріп шыға келді. Күні түні жанталасып атқарған жұмысын да жек көрді. Малды етке өткізесің дейді. Малды, астықты сыпырып алса, жұрт қалай күнелтеді? Олар не айтады? Алтын, күміс, мыс, көмір қорғасын, бүкіл жер байлығын беріп жатыр қазақ. О, малы бар, малды ішкерге жөнелтпек. Әу сонда қазақ өлмей ме? Неге түртпек дейді? Мен де басқаларда ет пен сүйектен жаратылған адамын ғой. Жұрттың аузындағысын жырып алатын озбырлық қайдан қоздап жатыр? Қазақ момын, жомарт халықтың не кінәсі бар? Әй қайдам. Қолықсыз, сұмдықсыз, айласыз елдің барын алып, өзін қаңғыртпақ адамдыққа жата ма осы? Байлық, мал, астық керекте, халықтың керегі жоқ па? Қайда кетіп жатыр? Ағыл тегіл байлық. Еттің бәрін ішкері айдап жатыр. Қазіргі үкімет басылары елге қарсы шабатын қасқырға айналған ма? Ай, бұл түбі жамандыққа апарып соғады. Кейбір басшылар мал өсіру, егін егудің қиыншылығын білмейді сірә. Ол терең күрсініп күйзелді. Терезеге жапырқап қараған. Таң қылаң беріпті. Қажыған Құрманбай өмірден түңілгендей оңайып жатты. Өзім де мақұлықпын. Ишиканы жұрт көзінше жалтақсың, қара шалды отарға жұмсай алмадың, сызылып, жыртиып күлесіңде жүресің. Күлішік қатынға ұқсап ұйымдастыру қолынан келмесе, қой бағуға бар деп әкіреңдеді. Қара шалда қырсық. Ол жұмған аузын ашпады, қып-қызыл боп қабағын түйіп, көзін жерден көтермеді. Сонша ойқастағаны не? Қатынға да жылу жоқ, қазырма боп барамын. Құдай сүйер қылығы жоқ. Ешекеге тискеніне. Ажалы жеткен қарға бүртке шабады. Аупарткомның секретарына да қарсы сөйледім. Ай мейлі, шындық қой, шындық жеңеді. Басқа бір адам кемшілікті айтпады, әділетсіздікке шыдамайды. Аяқ астынан қызып кетіп оттайды да артынан опық жейді. Ол бір бекімге келгендей мейлі, екі қолға бір жұмыс барады жіберген жеріне. Ал бірақ жеңістің жері құнарсыз. Құмның іші, оны алдыңғы қатарға жеткізу қиын. Су тапшы. Шажаны гүлдірем деп салпақтап жүргенде қан қысымы жоғары деген дертке шалдықты. Доктор, ашулама, уайымдама, сабыр сақта дейді. Олай өмір кешу мүмкін емес. Қылтанақсыз қу тақырға жібермек. Не ажал, не азап. Ағарып таң атып келеді. Таудың көкжиекке тірелген жеріне күннің қызыл арайы қылт етті. Күреңді ерттеп атқа қонды. Бет алысы таудағы мал отары бөкен желіспен келе жатыр. Түнгі жаңбырдан соң таушы жап-жасыл болып құлпырып кеткен. Қарағайлар шуылдайды. Аршалардың қош иісі аңқиды. Ол ертеңгі салқын ауамен кеудесін кере тыныс алып жартастың түбіне жеткенде, текелінің құзына иек артқан күн зеңгір аспанға көтерілгенде,
таудың ұлылығын сезінді. Күн нұрының шұғыласы түскенде тау іші әп-сәтте құбылып алуан түрлі көрікке бөленді. Тау ішінде жігіттік шағым, өмірімнің ең бір аяулы қайталанбас дәурені қалады деген ой орала берді санасына. Жалғыз аяқ соқпақпен келе жатқан Құрманбай мұрын тастан өте бергенде алып жартастың түбінде шарадай қайнар айнадай жарқырайды. Бүлк-бүлк қайнап жатты. Бастаудың мөп-мөлдір тұнық суы терең сайдағы өзенге құйылады. Қайнардың айналасы көкпеңбек көк құрақ, жалбыз иіс аңқиды. Құрманбай аттан түсіп қайнарға таяды. Жүресінен отырып қолын шайды. Суға уысын толтырып алақанымен іліп алды. Мұздай суды сімірді. Алақаны аққан мөлдір су саусағының арасынан төгілді. Ол қайта іліп алып, мейірі қанғанша ішті. Бетін шайды, сергіп қалды. Тізгінді тартты, атын суармақ. Жылқы малы сезімтал киелі мал. Қайнардың төменгі жағынан ішпеді. Тұп-тұнық суды кешіп келе жатыр. Су оның тобығына жетті. Судың тұнықтығы сонша тұяғына дейін көрінеді. Жалы төгілген күрең суды тұмсығымен сүзіп, иесінің қасына жете беріп бөгелді де бүлкілдеген қайнарға бас қойды. Атын суарған соң жылқыны жағынан жалынан сипады. Ал енді жануарым, жолға шығамыз ба? Сонау қапталдан асқан соң ауыл алыс емес дейді. Адаммен тілдескендей. Ол айналаға таңдана қарады. Заңғар шыңдарға, асқар тауларға ынтыға қарады. Биіктегі қалың арша ішінде үйірлі жылқы жайылып жүр. Оң қапталында бір қора қой бытырап өріп барады. Асқақ кербез таудың келбетіне көңіл өсіп, тау беткейіндегі сыңсыған қарағайдан көз айыра алмай, едәуір уақыт салқын самалға кеудесін тұса терең тыныстады. Жалбыз бен қарағай иісін қанша жұтса да көкірек тоймайды. Ол орнынан ширақ тұрып атына мінді. Сыйпай қамшылағанда күрең жортып берді. Құрманбай ат басын тау барынан басталып, терең шатқалға дейін созылып жатқан қызыл қорымның етегіндегі шөп басып кеткен жалғыз аяқ соқпаққа бұрды. Қар бір-екі жауғанша солмайтын ұйысқан қалың шөп басындағы түнгі шық күн көзіне шағылып, інжудей жылт-жылт етеді. Сайдың жасыл шалғыны ырғалады. Шөп басқан жолдан шыққаннан кейін ат жүрсін жылдамдатты. Еліктің үні естілді, өзі көрінбейді. Күрең құлағын тікшейтіп пысқырып қойды. Айнала тым-тырыс бола қалды. Жолаушы жазыққа түскен соң ат сауырына қамшы басты. Ол аттың басын тежеңкіреді. Ауылға жақын қалды. Құрайт деген жылқышының дауысы естілді. Бөктердегі жылқылар ылдиға қарай бет алды. Қиқулаған жылқышының дауысын іліп әкеткен жартастар тауды жаңғырттырып барып басылды. Ол топ-топ жабайы алма ағашқа жақындағанда, алма ағаштан үрке гуілдей ұшқан аралар Құрманбайдың басынан екі айналып шығып, қалың өрікке қарай ұзай берді. Осы шақта ылдидан бір шулаған дауыс талып естілді. Елеңдеген Құрманбай жан-жағына қарады. Ешкім көрінбейді. Құлағын төсеп тыңдады. Ойдым-ойдым бұтағын жайған қарақат атты кісіден биік. Жасыл қоңыр жапырақтары төгіліп, жемісін көтере алмаған бұтақтары иіліп тұр. Тағы дауыс естіледі. Ол ат басын тартты. Жаңғыршақтанған жіңішке дауыстар шықты да, шіңкіл деген үн тына қалды. Жолаушы құлақ тосты, ештеңе естілмейді. Құдай-ау, бұл немене? Шулай ма қалай деген Құрманбай аң-таң. Енді ол атын сыйпай қамшылап желіп барады. Көлемі киіз үйдей топ-топ қарақатқа таяй бергенде, жаным жеңешай деген дауысты анық естіді. Ат басын тежеп тұра қалды. Тауға беткейге сайға көз тастады. Айналада ешкім көрінбейді. Бұл не? Жай бір елес шығар. Тау үшін тыныштық биледі. Аздан кейін сырғалы жеңгей сыртыңнан ғашық едім былтырдан, тамашаңа таң қалып, талай қайның ұмтылған, жаным жеңешай. Шіңкілдеп жаңғырық шақтанған бала даусы. Біреу емес бірнеше бала шу-шу етіп тауды басына көтереді. Сықылықтап күледі. Құдай-ау, қайда бұлар? Бурылтайдың өзі жоқ, ізі жатыр дегендей, жас адамның дауысы естіледі, өздері жоқ. Аяңдаған Құрманбай алты қанат киіз үйдің аумағындай топ қарақаттың тұсына жете бергенде, жас жеміс ағашының тасасынан 4-5-6-7 шамасындағы балалар шыға келді. Қолдарында бүлдірген терген ыдыстары бар. Тұлымшағы желбіреген қара домалақтың біреуі, көке сәлеметсіз бе деді. Сәлемет болыңдар айналайын. Екінші дөңбірін, аға біздің ауыл егімен нұсқады. Тұмсықтың арғы жағында, қонақ болыңыз дейді. Аттың алдынан қоршап алды. Біреу пысық сайрай жөнелді. Өлеңді жақсы айтады екенсіңдер, ұландар.
бір-біріне қарап жымың-жымың етеді. Мақтанып тұрды. Кім үйретті? Әпкем, жеңешем, көкем тойда айтқан деп тұс-тұстан жамырай сөйледі. Ән білгендерің бек жақсы. Мұнда неғып жүрсіңдер дейді. Еркелетіп олардың тіліне қызыққан Құрманбай. Қарақат теріп жүрміз. Дұрыс. Қарақат қалың бекен? Тұнып тұр қалың. Көке, бірі қарақат толған дүңгіршегін ала ұмтылды. Жейсіз бе көке? Жеткіншектердің ақкөңіл жомарттығына іштей риза болған Құрманбай ата-бабаларының салтын сақтаған ұландарды көргенде төбесі көкке тигендей қуанған еді. Шетте үндемей ұялып тұрған 5-6 жасар күшік ерткен беті алмадай ер бала бұлғақтай басып жақындады. Көке, деді ол, құлағына дейін қызарып. Кішенің піштеймін. Қалғандары оның сөзіне күледі. Алғашында сөзін түсінбеген ол, кішені не деп сұрады. Қарақат көзді кішкентай қыз сен дегені. Құрманбай бүлдіршіннің тіліне көзінен жас аққанша рахаттана күліп алды. Құртақандай сәби ұялғаннан қызара берді. Кісенімді неге тістейсің деді. Бүлдіршіннің тіліне қызығып. Топ-толық айдарлы бүлдіршін басында жатырқап томпиып тұр еді. Құрманбай еркелеткеніне мәз боп тағы бірдеңені айтуға ниет білдірді. Тағы не дейсің? Айта ғой балам, деді ол, кішкентай ұлдың көңілін қайтармай. Бала басын бұлғаңдатып 1-2 адым ілгері басты. Ақ мойын сары күшігі алдына шығып еді, жат деп аяғымен ақырын түртіп қойды. Көке деген ұланың дауысы естілді де іле. Кішау, үйіне мейман болмасаң, кішенің іштеймін, жылаймын дегені. Тұрғандар қыран топан күлкіге кенелді. Қой, жылама, барамын. Бергеш өзің дегенде Құрманбай еңкейіп баланы жерден іліп алып алдына отырғызды. Көңілі кең даладай ешкімді жатсынбайтын жеткіншегім, Құдай осы ниеттерінен айырмасын, деді ішінен. Аға, сіздің балаңыз бай ма деп сұрады. Құртақандай ол. Бар. Нешеу? Үшеуме деп 3 саусағын көрсетті. Иә, санау білесің бе? Білемін. Ол саусағын санай бастады. 1, 2, 3, 7. Дұрыс емес деген балалар шу ете қалды. Дұрыс емес дегенге ұрты томпайып намыстанып қалды. Ештеңе етпейді, ол біледі. Аздап жаңылғаны болмаса, санауды біледі, деді Құрманбай бүлдіршіннің көңілін жықпай. Ал енді балалар, ауылға бармаймыз ба, деді ол. Барамыз аға, жүріңіз көке. Ауыл ана жақта. Дұрыс, кеттің онда. Балалардың екеуі аттың алдында, екеуі қатарласа барады. Олар қойлы ауылға қарай бет алды. Құрманбай үйіне түс ауа жетті. Кеңсенің алды қараң-құраң кісілер. Бір салтатты көшенің аяқ жағында ит табалатып, әр үйдің есігінің алдына барып, жиналысқа шақырады, мектепке барыңдар деп айқайлайды. Ол көшенің бас жағындағы қайыс қара шалдың үйінің ауласына барды. Ата, деді бозбала. Не болып қалды, дейді ұстарамен тақырлап шашын алдырып тастаған шалдау кісі. Аллаханмен жалтыраған төбесін самайына дейін сипады. Неге шақырады? Білмеймін, шақыр, тездет деп жатыр. Неге білмейсің, тілің бар ма? Бұлтақтамай шыныңды айт, бар. Сұрамайсың ба, қандай жиналыс деп? Ой, түбің түскір. Бастық малшыларды аралауға тауға кеттік деген еді ғой. Құрманбай ағаны көрмедім. Райком дейді. Қасында 2-3 ГПУ-дың кісілері тағы біреулер бар. Мен көрмеген адамдар. Бұл жақтық емес. Немене деген егде кісі бірдеңеден секем алғандай бағжаң ете қалды. Әлден кейін бұл жақсылық емес, деді. ГПУ деген неменің түрі түсі қалай өзі? Былай, деді Захар шаша. Енең дұрайын, деді кіжінді. Өзінің мансабынан, құлқынан басқаны ойламайтын лауазым жолында әкесін сататын рахымсыз ар ожданы жоқ немелер көбейіп барады. Сондай малғындар қайдан шығады? Бұл жай емес, тағы бір пәлені ойлап тапқан. Осыдан бірер күн бұрын астық бермейін деп райкоммен жүз шайысып дейді. Бұл сөзді бала жігіт ақырын дауыспен шалға еңкейіңкіріп сақтан айтып бөгеліп қалды. Немене деп ақжаң ете қалды үлкен кісі. Зәрлі үмін. Содан кейін бала жігітке бұрылып, қалың қабақ астынан сенер-сенбесін білмей тесіле қарады. Түбің түскір, сен өзің не айтып кеттің, деді ол. Кіржейіп тұнжырай қарады. Кәрі білгенді пері білмейді дейтін әжесі, осы кісі бір пәленің сезеді деген ойға келді жасұлан. Жүзі суық шал состиып үнсіз қалды да әлден уақытта бозбалаға ажырай қарады. О, солайды. Енді ғана жұрт аздап ес жиғандай еді. Дұрыс айтасыз ата, былтырдан бері ғана ғой, жұрттың тұрмысының жөнделе бастағаны. Кімнен естідің? Бұлтақтамай былай шыныңды айтсаңшы, деді ол адырайып. Бозбаланың беті қып-қызыл боп кетті. Күзетшіден естідім. Жә, деген егде кісі жақтырмай қалды.
итше тіміскілеп, осы ауылдың өсек аяңын сол біледі. Ол қиямпұрстанып кеңше жаққа қарайды. Өсек емес-ау көке, шөп басы жел соқпаса қимылдамайды. Әлде біреуді ұстауға ма, әйтпесе көпудің адамын неге әкеледі? Мына сөзінің жаны бар, деді ойланып қалған шал. Өзі бір нәрсеге алаңдап қатты абыржып тұрғандай. Құрманбай аман болса егеді. Алдыңғы қатардағы артел ғой, ол кісінің қозғамайтыны шығар. Аузыңа май, неменеге астық бермеймін деді екен. Үндемей-ақ қоймай ма? Құрманбай аға арамдықты жек көреді. Бетің жүзің демей ақтарып салады. Ертең немен тынарында ісі жоқ. Мінезі сол ғой, дейді жігіт қолын бір сермеп. Күзетші текке айтпайды. Неменеге, неге қарайсың деген шала білінді. Немене тұрсың, кетпейсің бе? Жас ұлан атын тебініп жоғары жақтағы үйдің адамдарын шақыруға жүріп кетті. Мектепке қарай жұрт жосып барады. Түстен кейін күн бұзыла бастады. Жаңбыр жауа ма, аспан түнеріп барады. Тау жақтан жылжыған қара бұлт аспанды торлады. Ауданнан бастықтардың келуі тегін емес, енең дұрайын. Өздеріне де өзгеге де тыныштық бермейді қыз талағай. Құрманбай қайтейін, солармен егесіп не керек еді? Бөденедей тірлігің бар, қыранмен айқасып не бітіресің дегендей. Мүмкін осыныкі дұрыста шығар. Ол қорғамаса, басқа қорғамаса, өңшең шуылдақтың күні не болар? Асылдың тұқымын тартқан қанды жатыр, апырая, деді ол абыржып. Жаңағы не айтып кетті, деді өзіне өзі. Басын кек житып жиналыс өтетін жаққа әлденеден секем алғандай қарады да, есін тез жинап ауыз үйге кірді. Көңілі әлденеден қобалжи береді. Босаға жақтағы шегеге ілінген бешпетін иығын алды. Ескілеу пұшпақ бөркін төбесіне басына жапсыра салып сыртқа шықты да ел жиналған жатқа бет түзеді. Алпысбай өткен күннің көбін еске алды. Көкесі жайлаудан оралғанда атын байлауға зайыбы шыққан. Мынау жұрт неге жиналған, деді ол жұбайына. Өзі бірдеңеге күдіктене береді. Жүрегі түскір тітіркене береді. Ол ауыл сыртындағы жолмен үйге тартты. Ешкімді көргісі келмеді. Оның есінен жандосылы шықпайды. Мейірімді де зерделі адам. Партактивте мені не аупартком секретарын қоштамады. Бірде, қазір елдің жағдайы қиын. Сыннан қорытынды шығару керек. Мәселе біреуді біреу мұқатуда емес. Ешкімнің ондай бақастығы жоқ. Сәрменбетұлының сөзі ұнады маған. Басқа басшылар үндемейді. Неге олай? Өзеннің бергі бетіндегі Сәрменбетұлының шаруашылығы егінің гектарынан 2,5 есе көп алды. Олардың мал басын өсіруі де қанағаттанарлық. Шажаның сол жағындағы шаруашылықтың егін шырмауық алабота басып кеткен. Арамшөптен аяқ алып жүре алмайсың. Қысқасын айтқанда тұқым құры жетіспейді. Жер, су, топырақтың құнарлығы бірдей, өнім алудың айырмашылығы жер мен көктей. Келер жылға себетін тұқымы жетпейтін шаруашылықтың халі қалай болады? Келесі жылға астық шыққанша ел немен күн көреді? Мынау басшы жолдастар неге сөйлемейді? Шаруашылықтың жағдайы қалай? Мал қыстату, малдың азық-түлігі қысқа жете ме? Тұқым тазарту, малшыларға жағдай жасалды ма? Колхозшылардың еңбек ақысына қанша астық беріледі? Айта берсе жұмыс шаш етектен. Кей ауылда мектеп құрылысы қолға алынбаған, кейбір артель мүшелері киіз үйде қыстаған, мал қорасын салу қолға алынбаған. Сәрменбетұлының басқарған шаруашылығы жаман емес. Одан үйрену керек жолдастар. Тәжірибе алмасқан жөн. Әр басшылар шығып сөйлеп, шаруашылық жөнінде өз пікірін ортаға салу қажет. Не үшін жиналдық? Мектеп, балалар бақшасы, клуб, сиыр фермасының құрылысы, мүлде қолға алынбаған артельдер бар. Әу сендерге ешкім сырттан келіп үй салып бермейді. Қолда бар мүмкіншілікті пайдаланыңдар деген еді ол. Ораз аға дұрыс айтты, бәрі шындық. Әйеліне қамшының тізгінін ұстата салған Құрманбай үйге енді. Әппақ айыр қалпағын киіп ілгіш келді. Қолын жуды да текеметтің үстіне жайылған көрпеге шынтағын жастық төсеп жантайып жатыр. Тағы да ойға шомды. Аупартком хатшысының ауыр сөздерінде естен шығарып, көңілі аздап орнына түскендей болды. Оны жегдей жеп мазалай беретін бір мәселе бар. Жеңіске шынымен жібере қалса, оның мешеу шаруашылығын қалай түзейді? Бюрат құмнан өзге не бар? Тефелдегідей қарағай самсап тұрса, егінге бау-бақшаға су болса, топырағы құнарлы болса жөндер еді ғой. Апырай, жарықтық бабаларымызда қызғау, бір тамшы суға зарығатын, ми қайнататын аптап, қылтанақ өспейтін қу тақырды қоныс еткен. Шөбін тартсаң майы шығатын, топырағы құнарлы, су мол, ауасы салқын,
Орманда көк майсасы желкілдеген бұл жалғанның жұмағы көксу, Қаратал, Ақсу, Тентек өзендерінің жағасы толған басқа жақтан қоныс аударушылар. Жергілікті халықты шөлге құмға тыққан. Осыны ойлағанда Құрманбайдың жүрегі қанжар сұғып алғандай удай ашыды. Қаны басына тепті, жүрегі аузына тығылды. Тамағы құрғап, тұншыққандай сезінді. Басы қатты ауырып кетті. Әлден уақытта кешір Құдай, кешір ата-бабамның әруағы. Артық кетсем кешір, деді өзіне өзі. Оған ата-бабам кінәлі емес, стол пен қанын құйлы жарлығы. Өзінің жерінде кең байтақ тау мен даласына сыйғызбай, қарумен Бұйқыт елді қырып жойып, Самалды тауын, құнарлы жерін тартып алған. Бұйқыт халықты қылтанақсыз қу тандырға, тақыр шөлге көшірген де солар. Әйтпесе қазақтың өз байлығы өз жеріне жетпес пе еді. Малды өткіз, астықты тапсыр дейді. Әй, мынау жұрт не де жейді? Жұт бола қалса қалай күнелтеді? Мұны неге ойламайды басшылар? Сырттан көшіп келген қоныстанушылардың бір тал мұрты қисаймайды. Бау-бақшасы, малы бар ел қалай күн көреді? Артта қалған шаруашылықты көтер дейді. Қалай ондайды оны? Құмнан басқа түк жоқ, қу тақыр. Текелден қарағай тастар еді. Жол жаман, тағы шалғай. Құрылыс салу үшін су керек. Жалғыз құдықтың суы ішуге жетпейді. Жұртты ауыз суға зар. Жағдай шамадан тыс ауыр. Құрсын, құрып кетсін бүйткен өмір. Жұртты жинап жатқаны тегін емес. Екі қолға біреңбек жұмыстан қорықпайды Құрманбай. Нелер қиындықты бастан өткерген. Өліп қалмаса осының бәрін жандосұлына айтады, не үшін жапа шеккенін. Артта қалған шаруашылықты қатарға қос дейді ғой. Одан да бас тартпайды. Туған еліне несін аяйды, әйтеуір халқына аздап болса да септігі тисе сол жетеді деп ойлады Құрманбай. Ол қолтығындағы жастыққа қолын салмағын сала бір қырынан жатты. Мәжілісте не айтар екен? Жұрт жиналған соң барады. Сасан не істеп жатыр екен? Құлы бар болғырдың еденді тақтайды қайдан табады? Тақтай білетін шеберхана ашар ма еді? Клубқа есік терезе кәсектерін Гавриловкадан тамыр орысына жасатса. Ұста дүкені бар. Қара ұста бұрын күмістен, жүген, ер тоқым, білезік, жүзік соғатын зергер еді. Енді темірді нанша илейтін шебер ұста болып алды. Шажаның ауыл шаруашылық саймандарын сол жөндейді. Айыр балта, күрек, арбаның шен, соқа сайманды зауыттан артық жасайды шүкіршілік. 3-4 жас жігітті Гавриловкадағы Талдықорғанды бұрын солай атаған. Тамыр орысына жіберіп, ағаш ұсталы мамандығын үйретіп алса, ешкімге жалынбас еді. Үйге енген жұбайы: шай әзірлейін бе, әлде қымыз ішесің бе деп сұрады. Шайды қоя тұр, қымыз әкелейін бе? Мынау жұрт неге жиналады деп сұрады. Білмедім. Ауданнан өкіл келді деп таң атқалы абыр-сабыр. Кім біліпті, білмеймін. Сенің білетінің болама деп әйеліне алая қарады. Құрманбайдың айбатына шыдамаған жұбайы баласы дөңгелек жозыны қойып ақ дастархан жапты. Құрманбай үндемеді. Не айтсын? Ағаш шараға толы майы бетіне түйіршіктелген сары қымызды сыпыра бастады. Аздан соң тостағанға шөгілдетіп құйған қымызды жұбайына ұсынды. Таза киімдеріңді әзірлейін, таудан келдің ғой, жуынып ал. Жарайды, деді Құрманбай. Ақ жейдемді әкел. Бір-екі тостаған қымызды тастап жіберген соң, ол есік алдына шығып, меш бетін жейдесін шешіп тастап беліне дейін жуынды. Жауын еріншектеу тамшылай бастады. Тау жақтан жаңбырмен балаусы шөп иісі білінді. Алма ағаштың жапырақтары аздап тербеледі. Көз ұшында күздік сеуге арнайы жыртқан жер жал-жал болып қарайып далайып жатыр. Ол киінді, зайып оның жейдесінің түймесін салып, қалпағын берді. Ол жиналыс өтетін жерге қалай жеткенін байқамады. Оны қоршап алған бірнеше адам «Ассалаумалейкум» деді бір-екеу, қолын бірдей ұсынып. Ол Сасан еді. Әликассалам. Сасанбысың, малбас аман ба? Иншалла. Таудан келдіңіз бе? Иә. Өткен-кеткендер оның қасына барып сәлем береді де, бетіне жылы шыраймен қарап аз кем үнсіз тұрып, жиналыс болатын жаққа барып жатады. Қасында 3-4 адам бар. Ешика көрінді. Оның жанына Ешиканың өзі келді. Сәлеметсіз бе, Құреке, деген ол, оның қолын қысып амандасты. Сиыр фермасын аралап қайт дедіңіз. Кеше қонаға кеткем, жаңа бір әзірде оралдым. Қалай екен ондағы жағдай, деді Құрманбай Ешкеге тура қарап. Жаман емес. Сүт тапсырудың жоспарын орындады. Ет өткізіңдер дейді. Бізде артық мал басы жоқ қой. Оған қарайма. Біраз жағдайды айтып едім, мүйіздеп тастады. Біреулер келген бе жиналыс өткізуге? Иә.
Раджыбаевтың өзі жүр деді. Оларды көрмедім, жаңа келдім. Бригадир үйіне шақырған екен, бармапты. Қасында 4 милиция көмекшісі, жылтыңдаған Жеңістің бастығы бар дейді. Соның бажасының үйіне түсіпті. Милиция дегенді естігенде Құрманбай күліп жіберді. Онысы не, жау ала ма? Милиция емес, КФУ деді егде біреу. Сөзге сары ешеке араласты. КФУ не, милициясы не, бәрібір ғой. Құрманбай үндемеді. Сізді келсін деп жатыр. Жүріңіз деді. Алдына жүгіріп барған бала жігіт сізді іздеді. Кім? Ауданнан келген бастықтар. Қашаннан осында олар? Бағана келген. Жарайды, қазір барамыз. Бозбала жүгіріп кетті. Алдыңғы күнгі жаңбырда бұзау қораның бұрышы құлапты. Қатты жауды ғой. Сел жүріп кете ме деп иманымыз ұшты деді ешеке. Құдай мықтап сақтады. Құрманбай құрылыстың бригадиріне бұрылды. Естідің бе сәке? Сасан естідім дегендей басын шұлғыды. Ертең адам жібересің ғой. Қалаймыз құлаған тұсын, адам бөлемін. Дұрыс деді бастық аспай-саспай. Ал енді жігіттер жиналысқа баралық. Олар мектепке қарай жылжыды. Үлкен бір кластың төріне үстелдер қойып, қызыл матамен жапқан қатар-қатар парталар сықасып тұр. Жұрт көп жиналған кең класқа симағандары мойындарын созып дәлізде тұр. Есіктен енген Құрманбайлар көпшілік қақ жарылып, ығыса түсіп жол берді. Ел шуылдап сәлем беріп жатыр. Бүйірден қатарласа жүрген Жеңістің бастығы деген екі қолын бірден беріп, жалбаңдап амандасты. Неге келгені белгісіз, ол да жетіпті мәжіліске. Есенсіз бе Құреке дейді, қуанышы қойнынан симағандай жылпылдап, сары жылтыр беті тершіген бе, бұрынғыдан да жылтырап көрінеді. Селдір шашы шалпақ төбесін жаппаған, астан қызғылт құйқасы көрінеді. Ауылыңызға кеп қалдық, дәм айдап деп міңгірлейді. Дұрыс деді ол. Дәм тартса, адам қайда бармайды. Төрден бір орын табылар, жүріңіз. Құреке, бірге отыралық деді. Майлап қойғандай жылмаңдаған жігіт. Құрманбай Раджыбаевпен сәлемдесті. Отырыңыз деген аудандық партия комитетінің бірінші секретары өзінің қасындағы орындыққа көзімен нұсқады. Ол хатшы жаққа жалаң сарыны өткізіп жіберді, қатардағы орындыққа өзі жайғасты. Бір қызығы, бүгін өтетін жиналыс бұрынғы мәжілістерден басқаша болып өтпекші. Президиумға сайланғандардың арт жағындағы екі бұрышта мылтық асынған екі милиция тұрды. Құжынаған халықтың ту сыртындағы бұрышта тағы қарулы 3-4 милиция. Жұрт бірдеңені бүлдіріп қояма дегендей жүздері үрейлі. Екі алақанын жамбасына жабыстырып, мойындарын соза түсіп, тас мүсіндей қақшиып, қимылсыз еді. Жан-жағына мойын бұрмағанмен, көз жанары тыным таппай оңды-солды жүгіреді. Оларды көргенде қара шалдың жыны қозды. Оң жағындағы ұстаға: "Әй, әкеңнің мынасы несі? Бізді енді мылтықпен ұстайтын болды ма? Біз кім сонда?" деді көршісі. "Қашқын, қашқынсың буржуи" деді. "Мәссаған, сонда қара халықтың бәрі жау ма?" деген қара шал кеңкілдеп күледі. Ол кезде жиналыс басталмаған. Араның ұясындай құжынаған көпшіліктің у-шуынан кімнің не сөйлеген ажырату қиын еді. "Мынауың кім?" деді Раджыбаевты өзінше жақтырмаған қара шал. "Өзбек пе не пәле? Әлде біздің мына Жаркенттегі тараншы ма? Қонған үйінің қатыны менің қатыныма айтыпты" деді ұста сөзін ілгері қарай сабақтай түсіп. "Әйелінің есімі Шарапат, қазақ қызы, өзім өзбекпін" депті. "Сонда қазақ жетпеген бе? Несін айтасың? Қазаққа бәрібір, шүршіт болсын талғамайды." Олар кеңкілдеп күлді. Үлкен бастыққа кім жақсы соны жібереді. "Мәссаған, ел болудан қалдық қой" деді өкінген ұста. "Ел қайда, еділ қайда, нұра қайда? Еш адам көңіл жайды сұрамайды" деп қазақ неге зарлады. Отарлап елінің тоз-тозын шығарып, құнарлы жерін тартып алып, өзін құмға тыққанда шығарған зар заманның өлеңі. "Әкеңнің көрі" деді қара шал ызаға булығып. "Бастыққа не керек? Жаман бастық сайланарда құрша жорғалайды елді жақтағансып. Содан соң білгенін істейді. Әй, оларға не керек? Өз тұрмыстары жақсы, ел деп иметайы езіліп жүрген ешкім жоқ. Өзіне жаққан келімсектерді жинайды маңына. Сорлайтын халық ішкерідегі әкімдердің қатын емес пе? Не айтса құлдық ұрады. Жұрттың аузындағысын жұлып береді. Әкеңнің көрі. Калашекинді құмға кеп тықса көрер едің. Ол иттердің несі кетіп барады. Сорлайтын біз ғой. Олардың қатын баласы туыстары біз көрген азапты бұл жалғаның тұзағын түсінді де көрмейді. Жұмысын істетіп, бар байлығыңды жұтып алады да көтіңнен бір тебеді. Оның сөзіне ұста шексіздесе қата күліп алды. Көзінің жасаураған сүрткен ұста: "Шын ба?" деді. "Шын емес" деді алақан жайған қара шал.
бір нәрседен күдіктенемін. Неден? Қара шал сыбырлай сөйледі. Құрманбайды қозғайма деп қорқамын. Қой деген ұста шошып кетті. Айтпа қайдағыны. Көзі ұясына шыға серігіне сұраулы пішінмен аңтарыла қарайды. Лайым жалған болғай. Осындай бір сыпсыңдаған өсек шығыпты. Мүмкін емес. Қазір бәрі де мүмкін. Қуырдақтың үлкенін түйе сойғанда көресің деп. Тағы да нені көңірсітіп кеттің? Шыда, тыңдап ал. Сені еркек пе десем, енді кіммін деген ұста намыстанып қалды. Ішкерден бұйрық келіпті жылқының бәрін атуға. Ой, жағыңа жылан жұмыртқаласын деді күйіп кеткен ұста. Жұмыртқадан жорғалаған жыланда асқар шыңға шарықтаған қыран да шығады. Жетпегені сол еді. Жылқыны құртса, жөл тораңғы қақпақты жеті жал бейғаштағылар арам қатады. Оу, мынау менің тас керең болғыр құлағым не естіп тұр? 500-ін жайғамап еді, есің дұрыс па? Қыл құйрықсыз елдің күні қараң, тағы не күтіп тұр деді демі бұлға түскен ұста. Ой тоба, заман бұзылды, бұл сөзді ықылассыз айтты. Осы шақта президиумға сайланғандардың ортасында отырған бойы тапал толық шойқара кісі жанжал іздегендей қиямпұрстанған Раджыбаев орнынан көтерілді. Жолдастар, тынышталыңыздар деп маңғаздана шалқайды. Секретармен бірге келген жылтыр жағымпаз Раджыбаевқа жалтақ-жалтақ қарап мүләйімсиді. Жұрт тыныштала қоймады. Хатшы көпшілікке сазара қарап, қозы қарны бұлтиып бойын тіктеп тұрды. Жұрттың шулаған іштей ұнатпай шерға түсті. Тоқтатыңыздар шуды. Қаралатын екі мәселе, деді маңғаздан. Мәжілісті басқаратын председатель сайлап алалық. Кімнің қандай ұсынысы бар? Артель мүшелерінің көбі ду қол көтерді. Сәрменбетұлы Құрманбай деп жамыраған дауыстар құлақ тұндырады. Жарайды. Сәрменбетұлы болсын, деді хатшы. Қол көтеріңіздер. Қалыс жоқ, жұрт тым-тырыс. Құрманбай жиналысты басқар. Сен протокол жаз, деді қасындағы жымыңдаған сарыға. Ол басын үстіне шұлғиды. Асығыс қағаз алып жазуға құлшынып отыр. Құрманбай орнынан салмақпен көтерілгенде шулаған дауыстар су сепкендей басылды. Тып-тыныш бола қалды. Ол не айтады дегендей халықтың назары Құрманбайға ауды. Сілтідей тұнған жұрттың көзі бастығында. Апырау, мына көп шулдақтың түрі жаман. Пәле шығып кетпес екен. Милицияны көп әкелу қажет еді деп ойлады Раджыбаев. Әртүрлі ойлар оның зердесіне ұялай берді. Қазақ жауынгер халық. Бір көтерілсе өліспей беріспейді. Өздері шамадан тыс шыдамды. Түрлері жаман. Ойранды салып біреуімізді жазым етіп, аттарына мініп алып, тауларының қуыс-қуысына сіңіп кетсе тауып көр. Шетсіз шексіз даласын аттарына мініп, сойылдарының мылтығын асынып алып, Иса пайғамбар туғаннан бер жыл санағанның өзінде мыңдаған жыл қорғады. Голошекиннің қазақтардың 9 миллионнан астам жылқысын жою туралы құпия тапсырмасы өте орынды. Әйтпесе жауырына жерге тимеген, жауына бас имеген өр халық дербес мемлекет құру үшін бүлік шығару мүмкін деген ой келді. Құрманбай көпшілікке қарап аз дағдарып барып, қаралатын мәселе екеу, мал фермасының қысқы әзірлігі мен құрылыс бригадасының жұмысы туралы. Сәке, бірінші сөз сізде, деді Құрманбай. Астарлы жымиып, ас кеп тоқтап қалды да орындығына жайғасты. Беті майға күйіп піскен тоқаштай сары, тісі ақсиып күледі. Ыржияды да Құрманбайдан сыбырлап бірдеңені сұрайды. Содан кейін тұқшиып бірдеңелерді жаза бастайды. Өзі көңілді Раджыбаевқа мерлене қарай береді. Едәуір уақыт өтті, екеуі де жұмысы туралы баяндап шықты. Олар қойылған сұрауға жауап берді. Сасан бұзау қораның еденіне тақтай төселді. Бірақ аздаған жерге жетпеді деп күңк еткенде Раджыбаев күтпегендей бұлқан-талқан болды. Неге бітпейді? Басыңмен жауап бересің деп қышқырып алды. Өзі иелеріп алған ұрнарға қара тапай төңірегіне зілдене қарайды. Тақтай жоқ, қайдан аламын деген Сасан да төбеден түскендей дүңк еткізді. Раджыбаевтың беті лезге сұрланып сала берді. Шытынап, мынаның мәселесін бюрода қарау керек. Жұмысы қолынан келмесе кетсін. Сөзге Құрманбай араласты. Шажадағы құрылыстың бәрі осы кісінің қолынан өткен. Бұзау қораның жарасы жеңіл. Оны жөндейміз, бюрода қарау артық, деді. Сасан жасып төменшіктеп отырды. Раджыбаевтың қасындағы өзінен өзі мәз боп ыржалақтайды. Әкеңнің аузы қотүгі қыпылдап, бастықтың табанын жалап өтетін, жақсылықты өзгеге қимайтын ішітар итіме ит деген Сасан іштей сыбап алды, жылтырды. Бәрі ойламағанда өзгерді. Ашық күнде жай түскендей. Құрманбай сөзін жалғады. Біздің артелдің иегі астында ауданның басшы әрі-бері өтеді. Халықтың жағдайының қандай күйде екенін білмейді, біліксі де жоқ.
Белгіленген жоспарды астық өткізуді артығымен орындадық. Қалған бидайды өткізсек, артель мүшелері ашығады дегеннен шықты пәле. Раджыбаев іштей, тұра тұр. Сен менің кім екенімді білмейсің. Жұрт көзінше сынап беделімді төктің. Асықпа, мықтымын. Шаруашылық алда дейсің ғой, сені бір қылтанақ шықпайтын қу тақырға жіберейін. Мықты болсаң шығып көр деп іштей қаһарын төккен. Бір жұмаға жетпей, Мүсіркегеновті колхоз бастығы етіп қоюға өзімен бірге әкелген. Жолдастар, деді Раджыбаев, Сәрменбетті басқа артта қалған шаруашылыққа жібереміз. Тәжірибесі мол, іскер басшы коммунист. Сондықтан ол ең қиын да күрделі шаруашылықты өркендету керек. Коммунист қашанда алдыңғы сапта жүреді, деді, әрбір сөзін нығарлап. Бізге де мықты бастық керек. Ибай әкеңнің жібермейміз деп ышқына айқайлады біреу. Ол қарашал еді. Жұрт дауылды күнге кемедей шайқалды. Кімнің не айтқанын білу қиын. Кім жаман сөз айтқан кім? Жауапқа тарту керек. Бас бұзарды, деді Раджыбай түнеріп. Жұрт у-шу. Кімнің не дегенін біліп болмайды. Көпшілік дүрлігіп барып тынды. Сәрменбетті басқа жаққа ауыстырамыз. Орта егде әйел адам шықты. Ол сиыр фермасына меңгерушісі еді. Ей шырағым, сен кімсің өзің? Құдайымысың? Артель құрды. Күні түні аттан түспеді. Енді ғана ес жиып, етек жауып келеміз, жібермейміз. Құрманбайдай азамат бізге де керек, деп секретардың алдына тепсініп жетіп барды. Білегін сыбанып алған, ештеңеден тайынар емес. Мынау кім өзі, мынау кім, деп Раджыбаев қан ішіне тартып. Раджыбаевтың қара жылдыр беті күреңітіп кетті. Семіз қозы қарны селкілдеп барып басылды. Сауыншымын, ауылдың маңдай алды сауыншысымын. Тағы ферманы басқарамын. Халықпен неге санаспайсыз? Раджыбаев оған тесіле суық қарады. Бізге басқаның керек жоқ. Мынау отырған жұрттың тілегі осы. Ел қара судай тынды. Халықтың мұндай толқитын Раджыбаев күтпеген еді. Қатты дауылдың астында қалғандай жым болды да әлден кейін көзін ашып әйелге қарады. Әйелмен айқасып абырой алмассың, өзге жолын іздейік деп ойлады ол. Кімнің жерін жерлесең, соның жырын жырларсың дегенді білесің бе шырағым? Біреулер қиқылдап күліп жатыр, бірін-бірі бүйірден нұқып қояды. Бұл мәселе бюрода шешілген деп тынышсыздана бастаған Раджыбаев өтірік жалған деп айқайлады көп ішінен біреулер. Әкеңнің аузы қара сарт, деді дауысы шаңқ еткен біреу. Отырғандардың көбі түрегеліп кетті. Ашынған наразы жұрт дауылды түнгі қоғадай шайқалды. Атпен есектің не екенін білем екен деп қалды біреу. Қатшақ болсын, о құдай емес. Қанына ішіне тартқан Раджыбаев тіл қатпады. Елбеңдеген жалтақ ерін сары, шектен шығып кеттіңдер, әлім білмеген әлек сіздердікі дұрыс емес дей бергенде, тұрған кісілер есікке қарай ойысты. Отырғандардың көбі орнынан көтерілді. Тоқтаңдар, неге шулайсыңдар? Ұят деген қайда? Жолдас Раджыбаевты тыңдамасақ деп әуеклене түсті. Өзі алая қараған Юнустың көзінен зәре ұшты. Ел басшысы Еусекең деп сөзінің аяғын айта алмай міңгірледі. Шулаған көпшілік ырық бермей есікке қарай толқыды. Жарам сақтанған жаңа бастық елде бөгемек болып қанатын жайып жұрттың алдына шықты. Әу ағайындар, мұнда басшылар келді. Мынау тәртіпсіздікке неге тыйым салынбайды? Әй, Мүсіркегенов, қойсаңшы енді, деді Сасан. Құрманбай Сәрменбетов жолдас, тоқтасаңшы, мына бас бұзарларың, деп ажырайған Болғанбай. Іштегі алақұйын арпалысты білдірмеге бекінді Құрманбай. Раджыбаев басын көтеріп, Сәрменбетов бері кел, қайдасың, деді айқайлап. Құрманбай өз тағдарды да Юнуске. Не айтасыз, деді. Раджыбаев өз ойын жалғастыра берді. Ертеңнен бастап жұмысты мына Мүсіркегеновке өткіз. Жеңісті қабылдап алыңыз. Бюро осылай шешті. Қашанғы бұлғақтайсыз? Жеңіске бармаймын. Раджыбаев Құрманбайды тоқтатқысы келді. Сіздің жеңісті алдыңғы қатардағы шаруашылыққа қосатыныңызды білемін. Құрманбай оның сөзін бөліп әкетті. Жоқ, олай демеңіз, қателесесіз. Оны уақыт көрсетер. Сәрменбетов жүре берді. Соңынан 2 милициясымен Болғанбай жаңа келген бастық ілесе шықты. Юнус жеңіл машинаның алдыңғы орындығына жайғасты да ауданға қарай тартты. Құрманбай біртүрлі есеңгірегендей аз кем қылтайып тұрып қалды да ілгері жылжыды. Оны шулаған даурыққан көпшілік аңғармады. Сырттан қарағанда Құрманбай сабырлы ұстамды сияқты, жан дүниесі алақұйын. Ол ерте ме кеш пе осындай оқиға болатынын сезетін. Бірақ тез арада өзгеріс болатынын күтпеген. Өкініштен таңырқауы басым күйді. Раджыбаевтың жандосылы кетісімен қаһарын тігі шыға келгенін қарашы. Ораз бен Ешекең ұсталды деген өсек шынға айналмас екен, айқайдам. Кілең сөзі қит етсе босату осы жаққа ауысқалы Раджыбаев келгелі тыныш өткен бір күн жоқ.
Сонда қалған абыройы осы ма апырау? Раджыбаев қайдағы жағымпаздарда тауып алады, қолдайды. Айналасында толған сондайлар ішіп жеп, байып алады да көшіп кетеді. Шаршап өмірден түңіліп келеді. Біреу шындықты айтса, қасындағы жандайшаптарын айдап салады. Қитұрқы, шырғалаң өмір жайлап алды. Қайбір жұрт қамын ойлап жүр дейсің. Жергілікті халықты бір-біріне қарсы қойып, өз құлқын тойғызып, лауазым атақ даңқ шенінің қызығын өзі көру. Көпшіліктің қамшын өзін ұмытқан Оразекеңді қайда жібергенін ешкім білмейді. Адам баласына жақсылық жасаудан жазбайтын Жандосұлы осы жақтан оралғаннан кейін бір түнде зым-зия із-түзсіз кеткен, қамады-ау сірә. Жандосұлының үйіне шажадан барған немеренісі оның пәтеріне кіреді. Екі кісі есік жақта тұрады. Біреуі үйінің астан-кестеңін шығарып тінтеді. Ораз ағада өң жоқ, түс жоқ, үнсіз киіне бастайды. Бірде төмен қараған күйі інісіне бар дегендей ымдайды. Бауыры шығуға бет алғанда босағадағы: "Кімсің, Жандосовтың туысысың ба?" деп сұрайды. Ол танымайтынын айтып бас шайқайды. Туысы адасып жүрмін дегенді сылтау етіп, есіктен шығып кетеді. Інісі ауылға оралған түні істің мән-жайын, оның қандай күйге ұшырағанын Құрманбайға баяндайды. Ораз сол кеткеннен оралмайды. Қара қылды қақ жаратын әділетті азамат, елі дегенде жаны шырқырап басын құрбандыққа тігуге әзір еді. Құрманбай үйіне жетті. Арық бойындағы алма ағаштың бұтағына екі қолын асып, сүйеніп біраз тұрды. Көңілі босап, жылай жаздады да өзінің әрең тежеді. Әттең, адам алдыда не күтетінін білсе ғой, бәрін тастап, Жандосұлын бір көріп қалар еді. Жақсысының жаманы, қуанышынан қасіреті, рахатына азабы көп қу өмір. Адалдық үшін арпалысты. Не көрді? Жан азабынан басқа. Жолы болып па? Құрманбай айналаға мәнсіз көз тастады. Төңірек тастай қараңғы. Құрманбайдың есігінің алдынан бастаған алмағаштар терең сайдағы өзенге дейін жетеді. Жеміс ағаштың астына жоңышқа егіп тастаған. Ол қалың бауға кірді. Бақ тыныш, өп еткен жел жоқ. Арықтағы судың сылдыры естіледі. Бақ іші салқын. Көкжиектегі қара бұлттың ыдыраған шетінен ай көрінді. Сол заматта Құрманбайдың тынысы тарылып, алма ағаштың жуан бұтағына сүйеніп тербеліп кетті де жоңышқаға жапырақ құлады. Ет бетіне түсіп, бедене жаныштай жатты. Оң қолын жазған еді, етектей түйе жапыраққа тиді. Жапырақты жұлып алып, қатты сығымдағанда алақандағы жапырақтың шырыны саусақ арасынан шып-шып шықты. Тұла бойы қалтырап, шыбын жаны шығардай шырқырап, бар даусымен үн салып, айқай салғысы келді де, тісін шықырлатып, өзін-өзі ұстады. Ызаға булығып тістенді де, бір аунап түскенде қаулы өскен беде бетіне салқын тиді. Дымқыл топырақ иісі келді. Бұтағын кең жайған алмағаштың самсаған жапырақтары оның қайғысына ортақтасқандай мұңдана мүлгиді. Құрманбайдың маңдай терін төгіп тұрған ауылы күн санап ірге жайып өсіп келе жатқан еді. Ауылдың өркендеуіне жанын барын салды. Елдің жағдайын қайтсем жақсартамын деп түнде ұйқы, күндіз күлкі көрмеді. Аттан түспеді. Ел тоғайып, жағдайы жақсара бастады. Бір нәрсе оңайлықпен келмейді. Ойына әке сөзі орала берді. Балам, тірі бендеге зияның тигізбе, дұшпаныңа қиянат жасама, ешкімнің ала жібін аттама, қолыңнан келсе адамға тек жақсылық ет. Ол жалғандікі о дүниеге кетпейді. Бәрі алдыңнан шығады. Дүние қоңызға қызықпа, арыңды сатпа деген еді. Асқар таудай жан әкем-ай, перзентіңнің тірідей тозаққа өртенгенін сезем екенсің. Тірі пендені ренжітпеген едім тұтамдай өмірде. Адал адамдар тыныш ғұмыр кешуге болмай ма? Ашкөздіктің, озбырлықтың зардабын неге шегеді? Мынау жарық дүние бәріне жетпей ме? Қолық сұмдық біреуге жапа шектірудің көк тиынға керегі жоқ. Басында бақ, қолында белгі барларды жағымпаз, екі жүзді жылпостар ектейді. Алданба. Өйткені олар қитұрқы. Қулығы барлар қарахан бастың қамын ойлайды. Дүние қоңыздың соңына түскендер нысапсыз, тойымсыздықтың батпағына бір батса, одан шығу қиын. Бұл фәниді құнығудан жаман жоқ. Қарның ашса да қадірін қашпасын, арың таза болсын. Өмір бір қалыпты тұрмайды, қиындыққа майыспа, шыдам керек. Қоянды қамыс еркекті намыс өлтіреді. Намыссыз еркектер кісі емес. Әкесін еске алғанда ол әбден елжіреді. Емендей мықты бол, шортсың ба деген сөзін сыбырлап айтты. Ол қайта толқып, әке жайлы ойлады. Қайран әкем, сырты сұсты болғанмен жаны жайсаң, мейірімі ағыл тегіл, іштарлық арамдық, дүние қоңыстың пәгедің, ол жағын ұқсаппыз, егіліп жатты. Қанша уақыт өткенін білмеді. Көзін кең ашып еді, таң бозарып атып қалыпты.
жер жүзі қараңғылықтан ашыла бастаған. Солығын басты, орнынан ауыр қозғалып, бойы бей-жай болып тұрды да үйіне қарай бет алды. Табалдырықтан аттады. Балалар ұйқыда. Ұйықтамай күткен жары ерінің бірдеңеге ызаланып, тарылғанын қабағынан таныды. Екінші бөлмеге Құрманбайдың соңынан ере жүрді. Жиналыс бітті ме деді ақырын ғана. Жеңіне жұққан топырақты қақты да, қалпағын қайда, отыршы деп орындықты қойды. Өзі жұбайының сырт киімін шеше бастады. Мызғып алшы. Әйелін мазалағанынан ұялды. Не боп барады өзі? Бала-шағаның берекесін алып күйгілік дейді, өз үшін емес дейді, ішкі ойы. Көп ұзамай Құрманбай жеңіске көшті. Ел жұрт жиналып шығарып салды. Қарағым бірінші, Құдай, екінші өзің. Жұрттың жағдайы жақсарып қалды. Аузы аққа тиді, ел тоғайды. Бау-бақша дегенді білмеуші едік, жақсы екен ғой өзі. Әркімнің үй-жайы бар, балаларымыз оқиды. Рахмет, қарағым, бауыр басып қалбек, қиын болды. Ауыл бассыз, ессіз қалды, шырағым-ай. Енді өзіңдей бастық қайда бізге деген қара ұста кемсеңдеп көзіне жас алды. Қош Құреке, Құдай алдыңнан жарылқасын деді Сазан. Қиын жаққа барасын, Құдай қолдасын, денсаулық берсін деп құшағын кең жайып, төс түйістіріп қоштасты. Қоянның өзін көріп, сорпасынан түңілдеп, мынау сары жалпағын кімді жарылқайды? Оның сөзіне біреулер күлді, шорған жұрт бел асқанша қалмады. Сәрменбетұлы жеңіске барысымен жұмысына балалар бақшасы мен мектептің құрылысын салудан бастады. Жұрттың жағдайы түзеле бастады. Әр түтінге сауын мал беріп, қара сирақ балалар айран сүтке кенелді. Шөлейт жер болғанмен, қар ерісімен жердің ылғалы кеппей, жер жыртқызды. Егін екті, егін салу қысқа мерзімде аяқталды. Үкіметке өткізетін астықты уақытында элеваторға жеткізді. Астық тапсыруға ат арба, өгіз арбалар түгел қатыстырылды. Үкіметке астық тапсыру артығымен орындалды. Келесі жылдың тұқымын әзірлеп алған соң, қалғанын артель мүшелеріне бөліп берді. Бірінші тәртіп, екінші ауданға, облысқа домалақ арыз тоғытпай, басқармаға өзіңмен келіңіздер. Шешілмейтін іс жоқ, ықылас болса деген Құрманбай барысымен тәртіптен бастады. Ережеп Құрманбайдан қалмаймын деп 5-6 айдан кейін көшіп барды. Ережеп Әуелбекұлы көзі қап-қара, дөңгелек жүзді, ашық қара көз, қою қара мұртты. Ештеңеден айылын жимайтын батыл мінезді, тентектеу бір беткей адал адам. Таң атысымен дүкеніне барады. Артелдің бүкіл соқа сайманын, тырмасын, аттың жағасын, жеке адамдардың темір терсегі, арбаның шын темірі дейсің, әйтеуір бәрі соның қолынан өтеді. Кешке дейін көрігі бір сөнбейді. Темірді нанша илейді. Беті күйе-күйе, көзінен басқа көрінбейді. Қашан көрсең қолы майлы күйе. Өзіне де, көршісіне де тыным жоқ. Қол шалғы, орақ, тырма, соқа, шаруашылық керектің бәрі уақытында сай болады. Осындай артель мүшелерінің еңбегінің нәтижесінде жұрттың әл-ауқаты жақсара түсті. Жеңісте 4-5 орыс семьясы бар. Олар Құрманбайды Батка деп атайды. 1-2 жылда 20 шақты тапал-тамдар тұрғызылды. Жас ұландар жаңа мектепте оқыды. Бөбектерін жаңа салынған балалар бақшасына орналастырған аналар да жұмысқа шықты. Бір күні ол тағы бюроға шақырылды. Аупарткомның бюросы ұзақ болды. Үйіне күн бата оралды. Жуынды, шайынды, ішті. Басым ауырып тұрғаны, жастық салшы деді ұлтуарға. Ол көрпе төседі. Жастық салды, демалыңызшы деп бәйек. Шаршап жүрсіз ғой. Балалардың көкесі деп аяғын жылы сумен жуды. Өзіңізді аямайсыз, жайлаудағы ортаншымның үйінде біраз тынықпайсыз ба дейді. Сызылып, еріне жанашып, наздана қарап қойды. Қайдан ол еке? Құдай бұйырса, жігіттерді жібергем. Клуб колхозшыларға баспана қора салдыруым керек деді Жайбарақат. Таң мозында шай қайнатып, Құрекеңді оятатын. Құрманбай торғай шырылдағанда жұмысқа кетеді. Түннің бір уағында оралады. Жұмыстан соң бригадирлерді, ферма бастықтарын жинап тапсырма береді. Таң атысымен жұмыстың орындалуын тексереді.